дара билеушілердің бәрінің қорқатыны азаматтық қоғамнан қорқады. Дара билеушілердің барлығы қоғамдық белсенділіктен қорқады. Ұйымдас. Сен айналаға 100 қазақ жина, анау айналасына 1000 қазақ жинасын, анау 10.000 жинасын. Барлық адам менің құқым қайда? Мен неге сенің сөзіңе көнуге тиіспін? Неге қағазда жазылған заң өмірде атқарылмайды деп талап қоя алатын болсын. Барлық қазақ әділетсіздікке нақтылы ісімен, қарекетімен қарсы тұра алатын болсын. Біздің қоғамнан сол кезде үміт болады. Әр адам өзінен бастасын. Мен не істеймін деп. Мысалы мен Арон Атабектің анау әбден біткен, анау көрсең жылағың келетін аянышты суретін көргенде жасырмай мен өкіріп жыладым. Мен өзімді кінәлі сезіндім Арон Атабектің алдында. Неге? Қазақтың сол сияқты арыстан жігітін түрмеге қаматып қойып 20 жыл бойында бір қарекет істей алмадық. Мен қылмыскермін Арон Атабектің алдында. Және сендер де қылмыскерсіңдер. Өзіңнің сол ұлтың үшін, қазақ үшін күрескен, желтоқсан кезінен бастап қазақ үшін жанын берген сол сияқты арыстан жігітіңді түрмеге салып қойып, 20 жылға жуық уақыт үнсіз қарап және соған төзіп отырған әрбір қазақ сен қылмыскерсің. Сен кінәлісің. Мен де кінәлімін, сен де кінәлісің. Мен де қылмыскермін, сен де қылмыскерсің. Біз Арон Атабектің алдында, сол желтоқсанда кеудесін оққа төсеген барлық әпке қарындастарымыздың алдында, бүкіл мынау қайыршылап, бүкіл жер әлемде алтын таудың үстінде отырып, аш-жалаңаш отырған, ұлдары құл болып шетел қаңғып кеткен, қыздары жезөкше болып дүниеде жаман атағы шығарған, миллионға жуық қазақ нақақ сотталған, бәленбай дүниеде педофилизмнен, жезөкшеліктен, кісі өлтіруден, әйелдерге зорлық зомбылықтан, нақақ соттан дүниеде алдына шыққан 19 миллион халық болғанмен дүниеде бүкіл жамандықты алдына шыққаннан осындай сұрқия зұлым елде жасағанымыз үшін мен қылмыскермін, және үнсіз отырған сен де қылмыскерсің. Әрбір қазақ мынау кетеуінен кеткен, Құдайдың қарғысына қалған мына қоғамды оғамағанымыз үшін, әлсіздік танытқанымыз үшін, үнсіз қалғанымыз үшін барлығымыз қылмыскерміз. Мына дүниеде қылмыскерміз, Құдайдың алдында жазаланамыз. Біздің сұрағымыз ауыр болады, қазақтар. Құдай бізге соншама рыздық несібені беріп қойды. Бірақ біз қарекетсіз отырмыз, аққа жақ бола алмай отырмыз, қараға қарсы тұра алмай отырмыз. Ертең Құдайдың алдына барғанда бұл қазақтардың сұрағы ең ауыр болады. Сендер ойламаңдар, тоңқаңдасаң болды, Құдай кешіреді деп. Құдай сенің тоңқаңдағаныңа мұқтаж емес. Құдай сенің ақиқатқа жақшы бол алдың ба? Аққа жақ, қараға қарсы бол алдың ба? Шындықты, шыншылдықты дәріптей алдың ба? Ісіңмен, қарекетіңмен көрсат алдың ба? Құдай соған қарайды. Сол Аронның суретін көргенде мен еңіреп жылап жібердім. Өзімді кінәлі сезіндім. Неге? Мен соны құтқара алмай отырмын. Мен әлсізбін. Мен сол Аронның тақырыбын көтерейін дегенге әлсізбін. Мына Америкада менің қаржылық мүмкіндігім жоқ. Табыс тауып отырған жоқпын мен. Маған Вашингтонға барып кездесуге келіп кет, ауаша кездесейік деді. Ол саясаткерлердің бәрі сенімен телефонда еш нәрсені шешпейді. Кел дейді, телефоныңды алып, ана жерде тексеруден өтіп, содан кейін сөйлесесің. Жай кофе ішіп отырып сөйлескенде өне бойыңды бір тексеріп шығады. Неге? Ол саясаткер. Ол саясаткер ол. Оның ғимаратына кіру үшін де сен үш қайтарып тексерілесің. Неге? Бірдеңе жазып алмасын. Журналистика деген сұмдық бұл жерде. Оның бәрінен сақтанады. Ол тарамауға тиісті сөздердің тарамауын қалайды. Ал сен оған барып қайт. Мысалы, Вашингтонға мына Тексастан барып қайт. Ұшағың десепте $400-500. Кері қайтасың $400-500, $1000 кете ме? Қонақ үйіңді есептей бір. Бір түн жатқаныңды $150-200 есептей бір. Ана бір ішкен тамағыңды есептей бір. Ең арзан тамағың, ең арзан жай дөнер жейсап, самса жей салғаның екі адамда $50 кетеді. Ал есі дұрыс бір түріктің кафесіне, бір дұрыстау кафелерге, жарқыраған жерге бар. $200 екі кесе кофе ішіп, бір мынандай түйенің көзінде бір торт жеп қайтасың. Ал Вашингтондағы
ол жоғарғы жек адамдар барып шай пай ішетін жерде енді оны айтып шошытпай ақ қояйын. Мен ана ең төменгі өзімнің деңгейімдегіні айтып отырмын. Сонда маған жақсақ болар еді. Мен күнде барып, сол саясаткерлер бергел кофе ішейік, бергел шай ішейік, звондап жазатынына жазып, келісіп, уақытына бөліп, мына тақырыппен бір шауып барып, ана тақырыппен бір шауып барып жүрсем жақсақ болар еді. Бірақ мүмкіндігім шектеулі. Мені Қазақстанда менің өмір бойы жиған бүкіл мал мүлкімді тартып алып, дамбалыммен қоя берді ғой. Бүкіл банк есеп шотымды мұздатты. Машинама дейін арестке қойды. Бүкіл мүліктерімді арестке қойды. Ал сол бармағымды шайнайын да, мысалы мен Аронның тақырыбын халықаралық деңгейде көтеріп тастағым келеді де, Аронды бүкіл дүниеге танытып тастағым келеді де, Арон туралы. Бірақ маған мүмкіндігім шектеулі. Неге? Оянған қазақ аз. Егер қазақтар шетелде күш болып қалыптасқанымызда басқаша болар еді. Шетелде күш болып қалыптасқанда басқаша болар еді. Сондықтан мен Қазақстандағы барлық бауырларға айтам, ұлдарыңды, қыздарыңды Еуропа, Америкаға оқытыңдар. Москвада оқытпаңдар. Шығыс Еуропада оқытпаңдар. Дамыған, өскен демократиялы елдерді оқытыңдар. Қытайдың тақырыбынан бастап, жерді, меншікті мәжбүрлеп тартып алу мен меншікті мәжбүрлеп тартып алуға қарсы тұратын демократиялық ұстаным, осыны салыстырып айттық. Яғни Қытай қазір меншікті мәжбүрлеп мемлекеттік меншікке өткізу, коллективизациялау болып тұр. Осы меншіктен барып жаңағы үйінің үстінен скайуэй өткізбеймін деген әженің әңгімесі болды. Ол әженің әңгімесінен кейін шаңырақ оқиғасы болды. Шаңырақ оқиғасынан кейін Арон болды. Ароннан кейін желтоқсан болды. Желтоқсаннан кейін осы әңгімені айтып кеттік, әңгіменің түп тақырыбы ғана еді. Әңгіменің түп тақырыбы ту баста меншік. Мынау менің мысалы меншігім, мынау менің меншігім. Енді осы меншікті тартып алу. Меншікті тартып алу. Мынау мысалы менің гүлім міне жазылды. Құжатына жазылды. Серікжан Біләшұлының гүлі деп. Бітті менің меншігім. Ешқандай сот, ешқандай заң бұны менің меншігімнен тартып ала алмайды. Бұл батыстық демократия. Салығымды төлеп тұрсам, заңым бұзбасам, түктен түк жоқ, менің мал мүлкімді тартып аламын. Мал мүлікті тартып алу, мәжбүрлеп біреудің меншігін тартып алу, бұл адамзатқа коммунизм дейтін бәле келгеннен бастап, құдайсыздық осы изм келгеннен бастап адамзатқа жабысты.